Саламатсыздар құрметті студенттер. Мен Қазалы аграрлы-техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Смағұлов Тұрар Жалғасханұлы. Бүгінгі сіздерге өтетін сабағымыздың тақырыбы картридждер. Сабақтың мақсаты техника қауіпсіздік ережелерін сақтауға, компьютермен ұқыпты жұмыс жасауға, компьютерлік сауатты болуға тәрбиелеу. Білімділік алған білімдерін практика жүзінде өмірде қолдана алуға дағдыландыру. Тәрбиелік білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Бүгінгі сабағымызда сіздермен монохромды лазерлік картридждің ең көп таралған дизайнын қарастырамыз. Ол екі бөліктен тұрады. Біріншісі тонер бөлімі және қалдық сия ұнтағы бөлімі. Тонер бөлімі сия ұнтағын сақтауға және оны фото өткізгішке жеткізуге арналған. Ол бірнеше мәліметтерді қамтиды. Тонер ыдысы дегеніміз тонер резервуары сия ұнтағын сақтау үшін пайдаланылады. Ол кеуіп қалмауы және жиналмау үшін оны араластыруға арналған контейнер сым жақтауымен жабдықталған. Магниттік білік дегеніміз бұл бөліктің әртүрлі атаулары болуы мүмкін. Мысалы, магниттік ролик, әзірлеуші ролик немесе магниттік әзірлеуші ролик. Ол тонер түйіршіктерін зарядтауға, содан кейін оларды бункерден барабан бетіне тасымалдауға арналған. Магниттік ролик тонерді жақсырақ жабыстыруға арналған арнайы жабыны бар қуыс алюминий түтік. Түтіктің ішіне тұрақты магнит болып табылатын феррит таяқшасы орналастырылған. Кейбір жағдайларда білік басқаша орналасуы мүмкін. Бұл металл шыбық, оның бетіне жоғары сапалы резеңкеден жасалған қабық бар. Бояу ұнтақ оған оңай жабысады. Нәтижесінде потенциалдар айырмашылығына байланысты бояғыш ұнтақтың түйіршіктері оның бетіне ауысады. Содан кейін фото өткізгішке ауысады. Тонер тарату пышағы дегеніміз тонерді мөлшерлейтін пышақты дәрігер жүзі немесе өлшеуіш жүзі деп атауға болады. Магниттік роликтің бетіне бояу ұнтағының біркелкі таралуы үшін қажет. Пышақты жасаудың екі нұсқасы бар. Біріншісі металл немесе полиуретан. Келесі бізде фото өткізгіш. Фото барабанды сезімтал немесе фоторецепторларды барабан блогы немесе органикалық фото өткізгіш деп атауға болады. Бұл лазерлік принтердің негізгі бөлігі. Ол кескіннің қалыптасуын және оны қағазға беруді қамтамасыз етеді. Бастапқы зарядтау білігі. Бұл зарядты тасымалдаушы ролик немесе бастапқы заряд шығыршығы деп атауға болады. Бұл бөліктің екі қызметі бар. Ол фото өткізгіштің бетін зарядтайды және алдыңғы зарядтан қалған қалдық электростатикалық зарядты өшіреді. Бастапқы заряд білігі металл шыбықтар болып табылады. Оның үстінде өткізгіш қабаты бар, көбік резеңке немесе резеңке қабық бар. Тұрақты тоқ өріс заряды фото өткізгішке беру үшін қажет, ал айнымалы тоқ оның бетінен қалдық кескінін жою үшін қажет. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызда сіздермен монохромды лазерлік картридждің ең көп таралған түрін қарастырдық. Оның негізгі екі бөліктен тұратыны тонер ыдысы дегеніміз не, магниттік білік, фотобарабан дегеніміз не. Осы сұрақтарға үй тапсырмасына кері байланысқа слайд немесе реферат жазып кері байланыс жасайсыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.